Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз шпажкадағы самсаны жасайтын боламыз. Жұмыртқаға тұз сеуіп араластырамыз. Үстіне қаймақ және сары май құйып, кішкене араластырамыз. Сосын ұнды 2 бөлікке бөліп саламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін салафанға салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қоямыз. Оған дейін салмасын жасаймыз. Салмасына тартылған ет және пияз керек. Пиязды мен блендерден өткіздім, бірақ турап жасаған жақсы болады. Дәміне қарай тұз бен бұрыш саламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 2 бөлікке бөліп алып жаямыз. Бірден жайсаңыздар да болады. Формамен кесіп аламын. Салмасын салдық, енді жинаймыз. Яғни бір жерге түйеміз. Ешқандай жері ашық қалмау керек. Барлығын осылай түйіп шығамыз. Сосын айналдырып, домалатып аламыз. Үстіне жұмыртқаның сары уызын жағып, содан кейін барып кунжут сеуіп шығамыз да 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Дайын болғаннан кейін шпажкаға жинаймыз. 3-3-тен жинадым. Дастарханыңыздың сәнін ашып тұрады, достар. Дәмі де өте керемет болады, дәмді. Өлшемдерін видеоның астына жазып кетемін, достар, содан қарасаңыздар болады. Видео ұнаса, достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.